Армысыздар, құрметті саналы қауым. Алдыңғы ретте біз көптеген азықтықтарда глютен деген нәрсенің болатынын айтып өткенбіз. Глютеніміз жалпы миды зақымдайтын, денедегі қант құрамын жоғарылататын, қантты диабет ауруына душар ететін басты элемент дегенбіз. Ал енді глютен қандай астықтардың құрамында мол болады десек, бұл бірінші бидайдың құрамында. Біз өзіміз үнемі тұтынатын бидайдың ұн тамақтарының құрамында. Екіншіден, арпа мен қара бидайдың құрамында көп болады екен. Енді кейбір материалдарда күріштің құрамында да болады деген, артынан өзім көп іздену барысында байқағаным, жалпы басым көп санды 95% материалдарда күріштің құрамында глютен болмайды деп көрсетіпті. Ендеше біз күрішті де алаңсыз тұтынуымызға болады екен. Егер глютені мол тамақ жесек, 0,5 граммның өзі адамның асқазан ішек жолдарын зақымдай бастайды екен. Бұл асқазанға өте ауыр. Егер глютенсіз тамақтарды үнемі тұтынсақ, адамның ас қорыту жолдары, ішек жолдары жақсарудан сырт, бет терісіндегі түрлі аурулар мен нерв жүйесіндік ауруларға кіріп тарып бөлу мөлшері өте төмен шекке түседі екен. Глютен құрамы өте аз тағамдармен тамақтану, ағзаның ауруға қарсылық қуаты мен ішек жолдарындағы қатерлі өспе шығу мүмкіндігін, обыр ауруы, рак ауруы дейміз, соның пайда болу мүмкіндігін зор мөлшерде төмендетеді екен. Әрине, глютенсіз тамақтану алдыңғы ретте айтып өткеніміздей миға пайдалы, ерте алжудың алдын алады. Бұл әсіресе өсіп жетілу кезеңіндегі балалардың ойының сергек болуына, миының алғыр болуы үшін өте қажетті нәрсенің бірі. Ал әдеттегі адамдардың әрине миы сергек болса, көңіл күйі де көтеріңкі келеді. Кейде ашулану, ызалану, дүниеден торығу, осылардың барлығы миға түрлі зақым келуден болады. Біздің күнделікті карбондық көмір сулы жемектіктерді мол жеуіміз, көмір сулы деп отырғанымыз крахмалды қосылыстар өте көп жемектіктер. Түрлі газды сусындықтардың құрамында көмір сулар өте мол болады. Және түрлі дәмдендіргіштер мен ұн тағамдарының құрамында да, сосын біз үнемі жейтін картоптың құрамында да көмір сулар мол болады, крахмал мол болады. Енді осындай түрлі дайындалған, алдын ала дайындалып қойған аз заводский жемектіктерді өте көп жегеннен кейін адамның ми жүйесінде түрлі тосылулар пайда болады. Адамның қант құрамы жоғарылап, зат алмасу қалаймақандасып, оған қоғамдық қысым мен қызметтің қарбаласты қосылған кезде адамның миын бүлдіре бастайды. Содан түрлі рухани неден келгені белгісіз әртүрлі жабығу аурулар көрінеді. Міне бұл ас адамның арқауы деген қазақтың дана сөзінің кереметін көрсетеді. Айта келгенде сонда біз нені жейміз, қандай жемектіктер бізге пайдалы деген орынды сұрақ туады. Енді біз пайдалы жемектіктерді айта кетейік. Ет пен майды айттық, сосын жалпы көкөністер мен жемістер. Құрғақ жемістер, сулы жемістер, жалпы барлық жеміс адамға пайдалы. Сосын түрлі сүт өнімдері мен жұмыртқалар. Осылардың барлығы адамға пайдалы жемектіктерге жатады. Осындай бір азықтану ғылымы турасында іздене келсеңіз, өзіңіз таң қаласыз. Біздің қазақ халқының даналығына таң қаласыз. Көп нәрседе бүкілдей табиғаттың заңдылығына үйлес тамақтанады екенбіз. Бұрын менің анам үнемі тарыны қаймаққа араластырып бөрттіріп беруші еді. Бөрттірілген тары береді. Бұны кейбір жерлерде майсок деп те айтады екен. Сол бөрттірілген тарыны жейтінбіз. Кейде жеміс жейтінбіз, тарыны көп тұтынатынбыз. Енді қарап көрсек, сол тарының құрамында глютен болмайды екен. Тарыны қанша жесе де адам өте артық семіріп кетпейді. Әрине, ол күнделікті тамақтануда болғаны дұрыс. Тары сап шай ішеміз ғой бұрын. Бұл өте әдемі тамақтануға жатады екен. Бидайдан гөрі тарының азықтық қуаты мен ондағы белоктар өте пайдалы, өте жоғары құнға ие болады екен. Бұны біздің ата-бабамыз бұрыннан білген. Тарыны қазақ жауынгер ас деп қараған. Өте пайдалы, өте қонымды болған. Күні бүгінге дейін көптеп тары егіп ап, қысы жаз тары жейтін отбасылар бар.
тарыны сары май, сүт, ірімшіктермен бірлестіріп, әдемілеп, мәнерлеп тұтынған кезде ол адамға бір керемет азықтық ас түрі болып, женіт деген атау тіпті бардам семьяларда ғана бар, қолға әрең ілінетін үлкен сыйлы ас деп қаралған. Одан кейін қарақұмық. Қарақұмықтың ішіндегі ақуыздары, белогы еттен қарайлас екен. Сондықтан оны астықтың еті деп қараған. Ал қарақұмық қазірде өте көп. Біз оны күнделікті тағамымызда жеп жүреміз. Қарақұмықты дұрыс пайдаланып жей білу. Оның да құрамында глютен жоқ, және амин қышқылдар сияқты түрлі қатерлі ісіктерге, өспелерге қарсы дәрумендер баршылық. Өте пайдалы, адам денесіне өте пайдалы минералдар, өте пайдалы бір элементтер баршылық. Шыны керек, азықтық туралы ізденуден бұрын мен бұл қарақұмық пен тары туралы түсінігім оншалық терең емес еді. Мен ол кездерде әуелі құйрық май дегенге тыжырына қарайтынмын. Құйрық майдан түрлі шұжықтар жасап, әке-шешеміз берген семіріп кетеміз деп жемейтінбіз. Сөйтсек, құйрық майды қазақ жаңа кішкентай балаға сорғызған, жаңа туылған нәрестелерге құйрық май сорғызған. Сөйткенде оның ақыл-ой толысуына үлкен мүмкіндік болады екен. Өйткені ана сүтінің 58% май екендігін ғалымдар дәлелдеп отыр. Ал құйрық майды тіке сорғызу, өйткені адамның миы майдан құралған. Май қышқылы өте қажет. Ал құйрық майдың құрамында тек май ғана емес, ол түрлі элементтердің бәрі бар. Бір кез келген қойда құйрық болады. Ол жаңа семіріп кеткендіктен керексіз болып жиналып қалған май емес, қайта ол қойдың бір дене мүшесі сияқты нәрсе. Қажетті. Мысалы, түйенің қос өркеші сияқты барлық нәрін, кереметін бойына жинаған жері. Өркештің майы да керемет, қойдың құйрық майы да керемет. Біздің қазақ сол қойдың құйрық майынан өте өнімді пайдаланған. Жаңағы түрлі ем домға істеткен, кішкене баланы суға алып қалған кезде соның арқасына жағып, ширатып, баланы үлпілдетіп ержеткізетін болған. Таласбек Әсемқұлов ағамыздың Бастырма деген шығармасында Шыңғыс ханның сондай бір алыс жорықтарға, кезіндегі ежелгі қазақтың алыс жорықтарында қойдың құйрық майын түтіп алып, әбден болдырған кезде атқа асатып жібереді екен. Астындағы атына қойдың құйрық майын беріп жібереді екен. Сол кезде ат басын шұлғып, есін жинап шыға келеді екен. Сөйтіп, неше айлық жорықтарға кете береді болған. Демек, қойдың құйрық майының нәрін біз әлі толық зерттеп бола алғанымыз жоқ. Біз әлі оны бір кереметтей кәдеге жарата алғанымыз жоқ. Бірақ оны халқымыздың арасында әлі де бір кереметтей әспеттеп, өз нәрімен тіпті де дәмді етіп жей білетін, соны ысырап етіп тастамайтын апаларымыз бар. Енді оны қалай пайдалану керек, бұл әлі де бір біздің қаузайтын тақырыптың бірі. Көп адамда сұрайды сонда, біз қандай тамақ жесек дұрыс деп. Біз ата-бабамыз қалай тамақтанса, солай жегеніміз дұрыс. Өйткені біздің геніміз солай жаратылған. Мысалы, шетелдің бір азаматы арықтамақшы болып, бүкілдей етті тағамдардан тиіліп, тек қана жеміс жидек жеп қалған. Бір айдай сөйткеннен кейін артынан қараса, оның рак ауруына ұшыраған, обыр науқасына жолыққандығы анықталған. Неге дегенде, өйткені оның денесіне, оның ата-бабасынан бері денесінде көп мөлшерде жеміс жеп көрмеген екен. Жеміс үнемі жей беру, көп жей беру оның ағзасына, оның геніне үйлес келмей қалған. Бәлкім соның ішінде әсіресе бірнеше жеміс үйлес келмей қалған болу керек. Демек, бұл біздің әдетіміз, біздің қалыптасуымыз дереу өзгертіп жіберетін болса, судағы балықтың құрлыққа шығып қалған сияқты бөлекше ортаға түсіп қалсақ, әрине адамның үлкен ауруға жолығып қалуы немесе бір ойламаған дертке ұшырауы таңғалатын жағдай емес. Екінші, ата-бабамыздың жолымен тамақтану, ол материалдық жақтан тапшы емес. Айналамызда толып жатыр, түрлі сүт өнімдері дейміз бе, ет өнімдері дейміз бе, тары талқан, сосын қарақұмық дейміз бе, барлығы маңайымызда бар. Сізге анау бір теңіздің түбіндегі керемет бір балықтың етін же деп отырған ешкім жоқ. Тек айналаңыздағы құндылықтарды
толықтай түсіне білген кезде біз ештеңеден кенде емеспіз. Содан кейін қарасаңыз, қолданылу қарапайым. Көптеген аталарымыз, апаларымыз бұрыннан қолданып жүрген нәрселер, тек біз қадірін білмейміз. Тарихымыз жағынан ежелден тәжірибеден өткен, алып жүруге, сақтауға, көп нәрсеге қолайлы, бағасы лайықты болған нәрселер. Геннің маңыздылығы туралы және бір айта кетейін. Мысалы, солтүстіктің қарағайын оңтүстікке апарып ексеңіз, ыстық жерге күрт апарсаңыз, өліп қалуы әбден мүмкін. Бір оңтүстіктегі жеміс ағашын солтүстікке әкелсеңіз, қыста өліп қалуы әбден мүмкін. Өйткені оған үйлеспейді. Сондықтан адам өзіне үйлесетін тағамдарды жей білу керек. Ақпараттарда біресе ана керемет екен, біресе мына балықтың уылдырығы тамаша екен деп, небір теңіздің өнімдеріне қарай талпынып, өзіміздің көз күлмейтін әдет тапсақ, қымызымызды, шұбатымызды дұрыстап іше білмесек, онда бұл бір өкінішті жағдай болар еді. Адамзат ғарышқа жөнелткен өте құнарлы тамақтардың ішінде қазы-қарта, жал-жая мен біздің қымыз, шұбат болған. Міне бұл қазақтың ең бір керемет құнарлы тамақтарды бұрыннан жеп келгендігін білдіреді. Ендеше біз алдымен өзімізді зерттейік, басқаның қаңсығын таңсық санап, өзіміздікін көз күлмей екі ортада қорбап қалып жүрмейік. Ата-бабамыз дәріптеген көптеген азықтықтың құнарлы хикметіне бүгінгі медицинаның өзі таң қалып мойындап отыр. Бүгінгі лекциям осы араға дейін. Егер және де бір құнды мәліметтер байқай алсам, сіздерге уағында ортақтасып тұратын боламын. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбай.